Достар, барлықтарыңызға сәлем. Осындай тары ұнтағынан жасалатын талханның десертін жасайтын боламыз. Олай болса кеттік. Алдымен ыдысымызға тарымызды салып, 3 қасық қантымызды салып, оған 200 грамм майымызды, сары майымызды салып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай осылай бірігуі керек. Осыдан кейін қолымызбен домалақтап формаға келтіреміз. Жақсылап нығыздап домалақтау керек, әйтпесе бөлініп кетеді. Домалақталып болған соң біз бұны морозилкаға жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң міне осылай қатты болып шығады, өте ыңғайлы болады сізге. Енді ерітілген шоколадымызға осылай әдемелеп жағып алып аласыз. Осылай шоколадпен аунатып болған соң, мен жартысын ақ шоколадпен сыртына кокосовый стружкамен кәдімгідей аунатып алдым. Ол кәдімгі Рафаэллоға ұқсас әдемі болып шығады. Бұны енді Тарафаэлло деп айтамыз ба, білмеймін. Өте дәмді шығады. Дәл осындай десерттерді, достар, сіздер отбасыларыңызды кез келген мерекеде немесе жай күндерде қуанта аласыздар. Сондықтан алдымызда Рамазан айы келе жатыр. Рамазан айында да дәл осылай ифтарды дайындап қойсаңыз, ауызашарға қарсы өте керемет жақсы идея деп ойлаймын. Міне достар, дайын болған десертіміздің дәмін көрсек болады. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Енді талханды ұнататын адамдар да бар, ұнатпайтын адамдар бар. Мен бұндай идеяны негізі бірінші астаналықтар біледі. Избушка деген Есілдің бойында орналасқан кафе бар, ресторан. Мені соның ішінде міне осындай ұлттық тағамдарды жасайтын, осындай бір кішкене джент деп айтады ол жақта енді. Сондай сол кезде көрген болатынмын. Сол идея өзіме қазір келіп, неге соны қазір жасамасқа деп сол жасадым. Ұнап жатса, достар, тіркеліңіздер. Дәл осылай жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантып, және өздеріңізге де жаңа идея дастархандарыңызға.